Баршаңызға қайырлы күн, менің көрермендерім және подписчиктарым. Менімен бәрі оңай каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Мадина. Бүгін сіздермен осындай тәбет ашатын, өте дәмді болып шығатын қысқа лечо салатын дайындайтын боламыз. Осы рецептпен сіздер де дайындайтын болсаңыздар, өте дәмді болып шығады. Менімен бірге болыңыздар және видеоны соңына шейін көріңіздер. Алдымен көкөністерімізді 2-3 қайтара жақсылап жуып аламыз. Енді бізге керек заттар: қызанақ 4 кг, тәтті бұрыш 5 кг, 4 ас қасық тұз, 2 стакан қант, 2 стакан сұйық май және 1 чай қасық лимон қышқылы керек болады. Бізді лечоға көбіне қызыл бұрыштар пайдаланады. Мен бұрыштардың әртүрлі түрінен алдым, өйткені өз бақшамдікі болғандықтан. Сіздер қызыл бұрышпен дайындай берсеңіздер болады. Енді помидорларымызды ортасынан бөліп, оның керек емес жерлерін алып тастап, тағы да 2-3 бөлікке бөліп турап аламыз. Құрметті менің көрермендерім, қазақша каналдың дамуына үлес қосып, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып, видео ұнаса достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Және келесі менің видеомды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Енді еттартқыштың көмегімен помидорларымызды турап алдым. Артынан 1 кг бұрышты да турап алдым. Өйткені соғымыз сұйықтау болып кетпес үшін. Келесі жолы лечоны морковь қосып дайындайтын боламын. Сіздерге қай түрі ұнайды, комментарияға жаза кетіңіздер. Енді помидорларымызды табаны қалың кастрөлге құйып, бірден отқа қоямыз. Үстіне тартылған бұрыштарымызды саламыз да 10 минуттай қайнатамыз. Енді қалған бұрыштарымызды дәндерінен тазалап, 4 бұрышты етіп турап аламыз. Міне бұрыштарымызды түгелдей жақсылап турап алдық, 4 бұрыштап. Міне помидорларымыз 10 минут қайнады. Енді көбігін жақсылап алып тастайтын боламыз. Көбіктерін жақсылап алып болғаннан кейін тұзын, қантын және майын құятын боламыз. Енді тағы бір 10 минутқа қайнатып алуымыз керек болады. Қайнаған соң бұрыштарымызды саламыз. Осы кезде қара бұрыш или болмаса ашты бұрыш салсаңыздар болады. Мен қара дөңгелек бұрыштардан салдым. Сіздер енді өздеріңіз білесіздер. Енді бұрыштарымыздың қайнағанын күтеміз. Арасында араластырып тұру керек болады. Қайнаған соң тағы да 20-25 минутқа бұрыштарымызды қайнатып аламыз. Сосын 1 қасық лимон қышқылын қосып, қайтадан 10 минутқа қайнатып аламыз. Арасында араластырып тұру керек болады. Мен банкаларымды алдын ала жылы сумен, содамен жақсылап жуып, оларды бір-бірлеп қайнатып алған болатынмын. Қақпақтарын да жақсылап ыстық суға қайнатып алдым. Міне салатымыз дайын болды. Енді астын өшіріп, дайын болған салатымызды банкаларымызға біртіндеп құятын боламыз. Банкаларымызға құйып болғаннан кейін қақпағын бірден жауып, 1-2 тәулікке жылы жауып қою керек болады. Құрметті менің көрермендерім, сіздер де дәл осылай дайындап көріңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға сіздерге алғысым шексіз. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Достар, каналымды қолдап, подписаться етіп, лайк басып, видео ұнап жатса,
достарыңызбен бөлісе отыруды ұмытпаңыздар.